Саламатсыздар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы оксикарбон қышқылдары. Жоспары оксикарбон қышқылдарының жіктелуі, оксикарбон қышқылдарының номенклатурасы және изомериясы, оксикарбон қышқылдарының физикалық және химиялық қасиеттері, оксикарбон қышқылының алыну жолдары, оксикарбон қышқылдарының жеке өкілдері. Оксикарбон қышқылдар дегеніміз молекуласында бір немесе бірнеше карбоксил қышқыл топтары және гидроксил топтары бар органикалық қосылыстар. Оларға мысал ретінде оксисіркей қышқылын және альфа оксипропион қышқылы, сондай-ақ бета оксипропион қышқылдарын атауға болады. Егер окси қышқылдарының құрамында бір карбоксил тобы болса, бір негізді, егер екеу болса, екі негізді қышқыл деп аталады. Ал атомдылық молекулада жалпы қанша гидроксил тобы бар екенін көрсетеді. Мұнда карбоксил құрамындағы гидроксил тобы да есепке алынады. Егер молекулада бір карбоксил және бір қосымша спирттік гидроксил тобы болса, ондай қышқыл бір негізді екі атомды окси қышқыл деп аталады. Себебі оның құрамында екі гидроксил тобы бар. Біреуі карбоксилдің ішіне, екіншісі бөлек спиртке тән қасиет көрсетеді. Гидроксил тобының карбоксилге қатысты орналасуына байланысты окси қышқылдар альфа, бета және гамма түрлеріне бөлінеді. Егер гидроксил карбоксилге ең жақын көміртек атомына орналасса, онда оны альфа окси қышқыл дейміз. Егер бір көміртек аралық сақтап орналасса бета, ал одан алыс орналасса гамма деп аталады. Қарапайым окси қышқылы, оксисіркей қышқылы, яғни гликол қышқылы деп аталады. Бұны біз альфа окси қышқыл деп атауға болады. Келесі гомологы оның құрылымдық изомері түріне жатады. Оксипропион қышқылы, сондай-ақ бета оксипропион қышқылы. Оксикарбон қышқылдарының алынуы бір негізді екі атомды окси қышқылдар келесі тәсілдермен алынуы мүмкін. Бірінші, құрамында кемінде біріншілік спирттік топ бар гидроксилдерді тотып тұру арқылы, мысалы гликолды тотып тұрғанда гликол қышқылы түзіледі. Сонымен қатар екінші, галогенді қышқылдардағы галоген атомы гидроксил тобына алмасу арқылы да осы оксикарбон қышқылдарын алуға болады. Алдегид қышқылдарын және кетон қышқылдарын тотықсыздандыру арқылы да алуға болады. Сондай-ақ этиленге байланысы бар қышқылдарды да суға қосу арқылы да алуға болады. Оксиалдегидтерді тотып тұру арқылы да оксикарбон қышқылдарын аламыз. Оксикарбон қышқылдарының физикалық қасиеттері: оксикарбон қышқылдары көбіне тұтқыр сұйықтықтар немесе кристалды заттар болып келеді. Төменгі молекулалық массаға ие окси қышқылдар судың кез келген мөлшерінде араласады. Өйткені гидроксил және карбоксил топтары сумен сутектік байланыс түзуге бейім тұрады. Окси қышқылдар май қышқылдарына қарағанда күшті қышқылдар болып есептеледі. Олардың қышқылдығы негізінен карбоксил тобына байланысты, бірақ гидроксил тобы да молекула ішінде қышқылдықты арттыруға көмектеседі. Оксикарбон қышқылдардың химиялық қасиеттері: оксикарбон қышқылдарға фосфордың галоиды қосылыстары әсер еткенде, галоген атомы тек қышқылдық гидроксилге қосылып, қышқылдың галогениттерін түзуі мүмкін. Немесе екі гидроксил тобымен әсер етіп, галоид қышқылын алуға болады. Ал галоидты сутегі қышқылдары әсер еткенде, тек спирттік гидроксилді орын алмастырады. Концентрленген йод сутекті қышқылы қыздырғанда окси қышқылдардың спирттік гидроксил тотықсыздандырып, май қышқылын түзеді. Гидроксил және карбоксил топтарына тән реакциялардан басқа гидроксил мен карбоксилдің өзара әсеріне байланысты жүретін реакциялар болады. Егер әсер олардың молекуласында бір-бірімен қаншалықты қашық орналасуына байланысты өзгереді. Мұндай реакциялар әсіресе су бөлінісімен жүретіндер альфа, бета, гамма және сигма оксисланттарды ажыратуға мүмкіндік береді.
концентрленген йод сутегі қышқылы қыздырғанда окси қышқылының гидроксил топшасын тотықсыздандырып май қышқылын түзеді. Мысалы, окси гидроксил қышқылынан сутектің әсерінде май қышқылы түзіледі. Окси қышқылдарда гидроксил тобы мен карбоксил топтарына тән реакциялардан басқа гидроксил мен карбоксилді өзара бір-біріне әсер етуіне байланысты реакциялар жүреді. Бұл әсер олардың молекуладағы бір-бірімен қашық орналасуына байланысты өзгереді. Альфа окси қышқылдары қыздырғанда олар оңай гидратацияланады. Нәтижесінде екі молекула окси кислота конденсацияланып, 6 мүшелі циклды күрделі эфир, яғни лактит түзеді. Мысалы, гликол қышқылы концентрациясы нәтижесінде түзілетін лактит гликолит болып табылады. Бета окси қышқылдары қыздырғанда олар өте оңай дегидратацияланады да этилендік байланыс түзеді. Гликол қышқылы осылай аталған, өйткені алғаш рет ол этилен гликолды тотықтыру арқылы алынған. Сондықтан ол гликол деп аталған. Кәдімгі жағдайда оны хлор сірке қышқылының немесе оның кальций тұздарының суда қайнату арқылы мраморын тағы қатысында алады. Сондай-ақ гликол қышқыл тотығу немесе электролиттік жолмен шабел қышқылын тотықсыздандыру арқылы да алынуы мүмкін. Гликол қышқылы жеміс шарапта, қант қызылшасының шырынында және басқа да өсімдіктерде кездеседі. Таза гликол қышқылы 79-80 градус балқу температурасы бар кристалды зат, суда өте жақсы ериді. Вакуумды айдау кезінде су бөлініп, гликол түзілетін реакция жүреді. Сүт қышқылымыз бұл жерде бета гликол қышқылына жатады, яғни екіншілік көміртегінде гидроксил тобы бар. Альфа гидроксил қышқылдарының қатарына жатады екен. Ол табиғатта сүт қышқылы бактерияларының лактоцилиус әрекеті нәтижесінде сүт қантынан лактоза түзіледі. Сүт қышқылы суда жақсы ериді және сілтімен немесе металдар оксидтерімен тұздар түзеді. Қыздырғанда альфа оксил қышқыл ретінде ол гидратацияланып лактиттер түзе алады. Сондай-ақ сүт қышқылы тағам өнеркәсібінде, косметика, сондай-ақ фармацевтикада кеңінен қолданылады. Сүт қышқылының алынуы, сүт қышқылының едәуір мөлшері сілтілердің қарапайым қантты заттар, яғни моназолар ерітінділеріне әсер етуінен түзіледі. Сүт қышқылының ең маңызды көзі сүт қышқылдық ашыту процесі. Көптеген қантты заттардың ерітінділері сутегі қант, сүттегі қант, қант қамысында қанттар, жүзім қанттары сол сияқтылардан алынады. Осы процестің арқасында қышқыл сүтте сүт қышқылының болуы түсіндіріледі және алғаш рет оны Шелле 1780 жылы бөліп алған. Сүт қышқылдық ашыту таза мәдениеттердегі сүт қышқылдық бактериялармен 34-45 градус температурада жақсы жүреді. Оксикарбон қышқылдарының жеке өкілдері әртүрлі салада кеңінен қолданылады. Мысалы, сүт қышқылы тағам өнеркәсібінде, йогурт, айран сияқты өнімдерде, косметика да, теріні ылғалдандырғыш компонент ретінде, фармацевтикада қышқылдық реттегіш және биополимерлер өндірісінде пайдаланылады. Асетил салисил қышқылы фармацевтикада ауырсынуды басу, қабынуға қарсы және қан сұйылтқыш препараттарда негізгі зат болып табылады. Глюкон қышқылы тағам өнеркәсібінде қышқылдық реттегіш, металл және бетон өндірісінде, ингибитор фармацевтикада кальций мен темірдің биожетімділігін арттыру үшін қолданылады. Пайдаланылған әдебиеттер ұсынылған. Назарларыңызға рахмет.